Мен Нығметова Наргиза, 3-ші А сынып оқушысымын. Мен қазір сіздерге жыл басына таласқан хайуанаттар туралы ертегіні 3D кітабы арқылы сіздерге айтып беремін. Бұрынғы ерте заманда хайуанаттар жыл бас болуға таласыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын, күшімді болса көреді, сүтімді болса ішеді, қылыма шейін арқан жіп еседі, адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл басы мен боламын дейді. Сонда сиыр: адам егін ексе, менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт май істейді, жыл басы болуға мен лайықпын дейді. Сонда қой: мен болсам қазақ үйін немен жабар еді, жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан жіп еседі, сүтімнен құрт май алады, шаруаға менен пайдаларың жоқ дейді. Сонда әтеш: мен болмасам кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып таң атты деп шақырып хабар айтамын. Кеш болса жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын дейді. Сонда түйе айтады: сен адамның жұмысын қылсаң, сұлы шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қора етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болуға мен лайықпын дейді. Сонда ит: мен болмасам сендердің көпіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Мен сендердің баршаларының бақташыларыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін дейді. Тышқан не айтарын білмей сәл тұрады да, бір қулық ойлап жиналған көпке былай дейді: бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралықта кім бұрын көрсе сол жыл басы болсын. Өзгелері жыл қарап тұрғанда түйе өзінің бойына сеніп: менен бұрын кім көреді деп тышқанның сөзін қоштап, бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап білдірмей түйенің үстіне шығып, өркешіне мініп алады. Біз көреміз деп таласып жатқан хайуандар ең биікте отырған тышқан айласын асырып, жылды бәрінен бұрын көріп, жыл басы болыпты. Ал түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты.